Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде жаңа тақырып синхронды генераторлар жайында қарастыратын боламыз. Бұл электр машиналардың ең негізгі машиналардың бірі. Электр машиналардың өздерің білесіңдер, екі түрге бөлінеді. Коллекторы бар, коллекторы жоқ. Бұл коллекторы жоқ машиналар және айнымалы ток машиналардың бірі. Электроэнергия өндіретін машина, генератор деп айтамыз. Ол тұрақты да болуы мүмкін, бірақ біз айнымалы ток генераторы жайында қарастыратын боламыз. Синхронды генераторлар электростанцияда электроэнергияны өндіру үшін үш фазалық айнымалы токты синхронды генераторларды да қолданылады. Сонымен электростанцияда үш фазалы айнымалы токты өндіру үшін синхронды генератор қолданады. Турбогенераторларда бу немесе газ турбинасы қолданылады, ал гидрогенераторлар деген түрі бар. Оларда гидротурбина қолданылады. Жылу электростанция және атом электростанцияда атом электростанцияның турбогенератор ретінде турбогенераторлар орнатылады. Электрогенератор турбинадан алған механикалық энергияны электр энергиясына түрлендіретін машинаны айтамыз. Бұл турбинасын үлкен айналу жылдамдығымен, жиілігімен жұмыс істейді. Сондықтан турбогенераторлар деп атайды. Ол айналдыратын генератор тез жүрісті синхронды машина. Бұл генераторлардың роторын не екі полюсті, не төрт полюсті етіп жасайды. Генератор жайында негізгі ұғым. Генератор жұмыс принципі Фарадей, Максвелл электромагниттік индукция құбылысына негізделген. Генераторда өндірілген ток пен кернеу синусоида заңы бойынша өзгеріп отырады. Сондықтан да генератор өндірген электр қозғалтқыш күштің айналмалы шамаға ие, әрі ол магнит ағынының F өзгеруіне байланысты болады. Сонымен оның формуласы E тең dF бөлінген dt. Электр қозғалтқыш күштің магнит ағынының өзгерісіне байланысты, ал оның өзі ротордың айналымынан ток аққанда пайда болады. Ротор дегеніміз болат білік подшипниктерден айналатын цилиндр. Цилиндрге ойық жасалып, онда тұрақты токтың сым орамы орнатылады. Токтың орам санына көбейтіндісі магнит қозғалтқыш күшті білдіреді. Сонда формуласы F тең I көбейтілген W. I дегеніміз ток, W дегеніміз орам. Сонда екеуінің көбейтіндісі электр қозғалтқыш күштің мәнін шығарады. Оның өзі темір өзекшеде магнит индукциясын тудырады. Магнит индукциясы V әрпімен белгіленіп, оның формуласы μ көбейтілген I көбейтілген W. Мұндағы μ дегеніміз полюстің квадрат сантиметр бетіндегі магниттік шама. Жұмыс принципіне айта кететін болсақ, жаңағы біз бастап кеттік жұмыс принципін. Егер қоздырушы орамаға тұрақты кернеу беріп және оны айналдырса, онда қоздырушы ағын статордың үш фазалы орамасын қиып, ағын деген F әрпімен статордың орамаларын қиып, онда электр қозғалтқыш күші индукциялайды. Оның бағытын оң қол ережесімен анықтайды. Қиып деген мұнда өтеді деген сөз. Соның бойын өткен кезде магнит ағыны мұнда ЭКК индукцияланып, оны ЭКК-ны оң қол ережесімен анықтауға болады. Жүктеме кезінде статор орамасы ротор өрісіндегідей жылдамдықпен айналатын магнит өрісін тудырады. Осы себеппен оларды синхронды машиналар дейді. Сонда статордың орамасының магнит өрісі мен ротордың орамасының магнит өрісі айналу жағынан бірдей болу керек. Сонда ол синхронды машиналар деп айтылады. Механикалық беріктілік шарты бойынша турбогенераторларда айқындалмаған полюсті ротор қолданылады. Біз эмит сабағында жақсылап көрсетеміз. Мұнда айқын полюсті, айқын емес полюсті деген. Бірақ былайынан түсінуге болады. Айқын емес полюсті, айқындалмаған деген. Ол полюстары көрінбейтін дегенді білдіреді. Синхронды генераторлар
ротордың орамдары бөлек тұрақты токпен қоректенеді. Сонда қоздырып алу үшін генераторды мұнда қоздырғыш қолданылады, және ол 2 деген санның астында көрсетілген. Мына жақ бөлігінде қоздырғыш, және сол жақ бөлігінде қоздырғыш, оң жақ бөлігінде генератор. Синхронды генераторлар. Ротор айналғанда оның магнит өрісі статордың 3 фазалық орамында айнымалы электр қозғалтқыш күшті тудырады. Жаңа айттық, біз оны жылдам айналатын синхронды генераторлардың турбогенераторлар дейміз. Олардың полюстер жұбының саны аз болып келеді. Мысалы, бір полюсті немесе 2 полюсті болып қана келеді. Ал баяу айналатын, олар гидрогенераторлар дейміз. Олардың полюс саны өте көп, 48 деген шамаға дейін болуы мүмкін. Электр қозғалтқыш күштің шамасы ротор орамындағы токты өзгертіп реттеледі. Синхронды генератордың сипаттамаларына келетін болсақ, барлық айнымалы ток генераторлары 3 фазалы, яғни шеңбер бойымен 120 градусқа ығысқан. Осыны басқаша симметриялы деп айтады. Егер барлық шамалары тең болса, және бірдей градусқа жылжыған болса, бірдей бұрышқа. 3 орамды болып келеді генераторлар. Ротор генератордың 1 минутта айналуының және айнымалы ток жиілігінің аралығында тәуелділік жасайды. Бұл тәуелділік келесі формуламен анықталады. F-тен P деген жаңағы біздің айтқан полюс саны, N дегеніміз 1 минутта айналу жиілігі, және 60 дегеніміз ол 1 минуттағы секунд саны. Осындай жиілігі герц секундпен өлшенеді. Дүние жүзіндегі көпшілік елдерінде жалпы өндірістік электр станциялардың жиілігі 50 герцке тең. Осы формуладан түрлендіріп полюс санын де анықтауға болады, немесе керісінше айналу жиілігін де анықтап тауып алуға болады. Қазіргі жылу электр станциялардың турбогенераторлардың айналым жиілігі N тең 3000 айналым минутына, көбінесе барлық турбогенераторларда. Турбогенераторлардың қуаты бойынша турбогенераторлар негізгі 3 топқа бөлінеді. Олар мысалы қуаты 2,5-нан басталып 32 мегаваттқа дейін мегаватт дейміз. Ал 60 және 320 мегаватт және 500 мегаватт жоғары турбогенераторлар деп саналады. 32-ке дейінгі төменгілер. Айналу жиілігі бойынша олар 50 герц көбінесе турбогенераторлар 4 полюсті болып келеді. 1050 және 1800 айналым минутында болса, және 2 полюсті болып саналады, егер 3000 және 3600 айналым минутына жасайтын болса. Жетек турбинасының түрі бойынша турбогенераторлар бу турбинасымен және газ турбинасымен айналатын генераторларға жіктеледі. Ал салқындату жүйесі бойынша олар ауамен салқындатылған, сумен салқындатылған болып, маймен салқындатылған және болуы мүмкін. Міне мына несіне қарасаңдар, құрылымына барлығын тауып алуға болады.